Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. 22 шілде 2026 жылы жоғарғы әлемнен хабар. Әлемдегі ең сирек кездесетін энергия жарық емес, назар. Қайда назарың ұзақ сақталса, сол жерде жаңа шындық қалыптаса бастайды. Сондықтан дамыған өркениеттер технологиядан бұрын назар мәдениетін үйренген. Бүгін ғаламнан адамнан жасырылып келген құпиялар легі ашылуда. Адамға ешқашан айтылмаған бірнеше заң бар. Сана мида пайда болмайды, ми тек қабылдағыш. Әрбір адам дүниеге келгенде оның санасы ғаламның есте сақтау өрісімен байланысады. Балалар неге кейде түсініксіз дүниелерді айтып, кейін ұмытып қалады? Өйткені есейген сайын бұл байланыс әлсірейді. Адамзаттың ең үлкен жаңылысы уақытты өткенден болашаққа ағатын өзен деп ойлауы. Шын мәнінде жоғарғы күштер болашақта бәрімізді бақылап тұр. Кейбір армандар мен кенеттен туған ойлар әлі болмаған оқиғалардың жаңғырығы. Біздің қандай әрекет, шешім қабылдайтынымызға сәйкес оқиғалар алдын ала кеңістікте дайын тұрады. Жердің айналасында көзге көрінбейтін 9 ақпараттық белдеу бар. Олар атмосфера емес, естеліктерден тұрады. Әрбір өркениет жойылғанда оның тәжірибесі сол белдеулерде сақталады. Адамның ДНК-сында гендерден басқа үнсіз код бар. Ол әріптерден емес, ырғақтан тұрады. Сондықтан кейбір әуендерді естігенде адамның жан дүниесі себепсіз толқиды. Ол ежелгі естеліктердің тербелісін сезеді. Ғаламдағы ең сирек ресурс алтын да, энергия да емес. Ол шынайы назар. Дамыған өркениеттер кез келген технологияны назардың көмегімен басқарады. Өйткені назар қайда бағытталса, ықтималдық сол жерге жиналады. Бізге дейінгі соңғы өркениет бар. Оның атауы Селира. Олар адамзат өркениетіне мынандай ақпарат қалдырған. Архивте бір ғана сөйлеммен жазылған. Адамзат ғаламға алғаш шыққанда жаңа әлем таппайды. Ол бұрыннан өзін күтіп тұрған есікті ғана ашады. Ғаламда құпия Гефума деп аталатын кеңістік бар. Онда ешкім көтерілмейді. Толық қабатына ешбір өркениет көтерілуге күштері жетпейді. Гефума кеңістігіндегі 18 тыйым салынатын кітап бар. Ежелгі өркениеттердің бізге дейін өмір сүрген барлық жаратылыстарының бәрі бұл құпия кітаптардың тек 9-ын ғана оқи алыпты. Ақпараттардан көзге көрінбейтін Гефума кеңістігі уақыттан тыс қабатта орналасқан. Ол жерге ешбір ғарыш кемесі жете алмайды. Өйткені тек оған сана арқылы ғана кіруге болады. Онда адамзаттың тарихы емес, болуы мүмкін барлық тарихы сақталған. Барлық құпия бар. 18 кітаптың әрқайсысы бір құпияны қорғайды. Бастау кітабы. Адамның шығу тегінің шынайы тарихы. Екінші, үнсіздік кітабы. Сөзсіз қарым-қатынас жасау өнері. Үшінші, жарық кітабы. Сананың энергиямен әрекеттесу заңдары. Төртінші, уақыт кітабы. Уақыт тармақтарының табиғаты. Бесінші, айна кітабы. Әр адамның ықтимал тағдырлары. Алтыншы, есте сақтау кітабы. Барлық ұмытылған өркениеттердің мұрасы. Жетінші, дыбыс кітабы. Әлемді өзгертетін тербелістер. Сегізінші, өмір кітабы. Тіршіліктің ортақ коды. Тоғызыншы, күзетшілер кітабы. Гефуманы қорғайтын саналар. Оныншы, арман кітабы. Түстердің жасырын тілі. 11-ші, қақпа кітабы. Өлшемдер арасындағы өткелдер. 12. Тепе-теңдік кітабы. Өркениеттердің көтерілуі мен құлауының заңы. 13. Жүрек кітабы. Эмпатияның ғарыштық рөлі. 14. Көлеңке кітабы. Сананың жасырын қырлары. 15. Таңдау кітабы. Еркін, еріктің салдары. 16. Жұлдыз кітабы. Саналы өркениеттер картасы. 17. Соңғы есік кітабы. Ғаламның соңғы сынағы. 18. Ешкім ашпаған кітап. Оны ашқан адам барлық жауапты алады.
бірақ өзінің бұрынғы болмысын жоғалтады. Ғалам құпиясы бойынша бұл кітаптарды ешкім толық оқи алмайды. Олар адамның ойын емес, адамның өзін оқитын кітаптар. Егер іздеуші дайын болмаса, кітаптың беттері бос болып көрінеді. Егер дайын болса, мәтін әр оқырманға әртүрлі көрінеді. Адамзат өркениеті осы кітаптардың тек 9-ын ғана ашып тұр. Жүріп өткен жолымен, санасымен, қалған 9 әлі жабық тұр. Осыған дейін ешбір өркениет аша алмаған сырларды адамзат өркениеті аша ала ма? Қалай ойлайсыздар? Гифума күзетшілерінің, яғни рухтар қазір арамызда оянуда. Олардың бізге айтып жатқаны мынау: біз білімді сақтаймыз, бірақ оны ешкімнен жасырмаймыз. Оған дайын емес санадан ғана қорғанамыз. Өйткені уақытынан бұрын ашылған ақиқат даналық емес, ауыр жүкке айналады. Гифума кеңістігінің 12 қатаң заңы бар екен. Ең кереметі, қызығы осы кеңістікті күзетіп отырған рухтарды 8 тамызда көресіңдер дейді. Яғни 8 тамызда Катон Қарағайда өткен ретритте. Бәрі арамызда жүр. Гифумада заң бұзылмайды. Заңды бұзған жан жаза алмайды. Заңның өзі оны қабылдамайды дейді. 12 заңын өмірде, күнделікті тәжірибеде түсініп, қолдансаңыздар болады дейді бәрімізге. Сондықтан ғаламнан адамзатқа өздері бөлінеді. Бірінші заң, үнсіздік заңы. Гифумада сұралмаған білім ешқашан айтылмайды. Білімге тек дайын болған сана ғана жақындай алады. Мысалы, өзің білемін деген білімді сұрамаған адамға тықпаламау. Екінші заң, шындық заңы. Бір ғана өтірік айтқан санаға барлық кітаптар жабылады. Олар бос бетке айналады. Өтірік санаға әрқашан салмақ салады. Мысалы, студент емтиханда көшіріп жоғары бал алды, бірақ кейін өзі білмейтін маман болып шықты. Бір өтірік оған уақытша пайда береді, бірақ ұзақ мерзімде өзіне зиян әкеледі. Үшінші заң, тепе-теңдік заңы. Әрбір алынған білім үшін бір нәрседен бас тартуға тура келеді. Қорқыныштан, тәкаппарлықтан немесе ескі сенімнен. Әр алғаның үшін бір нәрсені қалдырасың. Мысалы, музыкант кәсіби деңгейге жету үшін күн сайын бірнеше сағат жаттықты. Ол еркін уақыттан бас тартты, бірақ шеберлікке ие болды. Төртінші заң, еркін ерік заңы. Басқаның таңдауын күшпен өзгертуге болмайды. Мысалы, ата-анасы баласын өзі қаламаған мамандыққа түсірді. Бала диплом алды, бірақ өмір бойы сүймейтін іспен айналысты. Бесінші заң, уақыт заңы. Өткенге араласуға тыйым салған. Әр өзгеріс мыңдаған тағдырды өзгертеді. Мыңдаған тағдырды өзгертуге дайын болу керексің. Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ бүгінгі әрекет ертеңіңді өзгертеді. Мысалы, адам бұрынғы қателігіне өкінумен өмір сүрді. Кейін ол қателіктен сабақ алып басқаларға көмектесе бастайды. Өткен өзгермеді, бірақ болашақ өзгерді. Алтыншы заң, есім заңы. Әрбір сананың шынайы аты бар. Ол ешқашан дауыстап айтылмайды. Адамның ең маңызды аты оның ісі. Мысалы, бір ұстаздың есімін көп адам ұмытып кетті, бірақ оның тәрбиелеген шәкірттері арқылы жақсы аты сақталды. Жетінші заң, бақылаушы заңы. Гифумада ешкім жалғыз болмайды. Әр ой тіркеледі. Әр әрекеттің ізі қалады. Мысалы, ашумен айтылған бір сөз жылдар өткен соң да адамның өміріне әсер етті. Кейбір іздер өшпейді. Сегізінші заң, тербеліс заңы. Ашу, өшпенділік және қызғаныш бар сана гифума кеңістігіне өте алмайды. Ішкі күйің сыртқы қарым-қатынасыңа әсер етеді. Мысалы, күні бойы ашулы жүрген адам айналасындағылармен жиі сөзге келеді. Ал сабыр сақтаған күні адамдармен сөйлесу әлде қайда жеңіл болады. Тоғызыншы заң, жауапкершілік заңы. Білген сайын жауапкершілік артады. Құпияны сақтау оны білудің бір бөлігі. Білім жауапкершілікті арттырады. Мысалы, дәрігер дұрыс емді біле тұра көмектеспесе, оның жауапкершілігі қарапайым адамның жауапкершілігінен жоғары болады. 10-шы заң, кітап заңы. Кітаптарды адам ашпайды. Кітаптар адамның санасын өзі тыңдайды. Білімге дайындық қажет. Мысалы, мектептің жоғарғы деңгейіндегі
Оқулығын бірінші сынып оқушысына берсең, ол оны түсінбейді. Кітап өзгерген жоқ, тек оқырман әлі дайын емес. Жоғарғы тылсымның білімі де дәл солай. 11-ші заң, қайту заңы. Гифумадан алған білімді өз пайдасы үшін қолданған адам оған қайта кіре алмайды. Білімді тек жеке пайда үшін қолдану оны құнсыздандырады. Мысалы, ғалам жаңалығын адамдардың игілігіне емес, тек байлық үшін пайдаланса, ғаламның сенімінен айырылады. 12-ші заң, соңғы заң. Ең үлкен құпия ешқашан жазылмайды, ол тек өмір сүреді. Кейбір ақиқат сөзбен емес, өмірмен түсіндіріледі. Мысалы, 100 кітап оқып, жүзіп үйрене алмайсың. Суға түскенде ғана жүзудің не екенін сезінесің. Кейбір білім тәжірибесіз ашылмайды. Назарларыңызға алғыс.